Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге таңертең басты жуып сыртқа шығып кетудің зияны жайлы айтатын боламын. Таңертең басын жуып жұмысқа немесе оқуға кететін достарыңызға жіберіңіз, оларда оның зияны жайлы біліп жүрсін. Таңертең бас жуудың кейбір жағдайларда зияны болуы мүмкін, бірақ бұл әр адамға байланысты. Әдетте бас жуу күнделікті гигиена үшін маңызды болса да, таңертең бас жуу кейбір адамдарға денсаулық мәселелерін туындатуы мүмкін. Міне, таңертең бас жуудың зиянды болуы мүмкін жағдайлар. Бірі жеңіл салқын тию қаупі. Таңертең бас жуған кезде шаштың дымқыл күйінде суық ауаға шығу дененің суық тигізіп, салқын тиюіне әкелуі мүмкін. Бұл әсіресе салқын маусымда немесе қыс айларында байқалуы мүмкін. Бастың суық болуы инфекцияларға немесе тұмауға жол ашуы мүмкін. 2. Шаштың ағаруы мен түсуі. Таңертең бас жуу кезінде шаштың суық суда ұзақ уақыт болуынан түсуі мүмкін. Бұл әсіресе шаш құрылымы әлсіз немесе жұқарған адамдарға қатысты болады. Бас жуу кезінде қате күтім жасаған жағдайда шашқа зиян келуі мүмкін. 3. Шаштың табиғи майын кетіру. Таңертең бас жуу терідегі табиғи майды кетіруі мүмкін. Бұл шашты құрғатып, оған қосымша күтім жасау қажеттілігін туындатуы мүмкін. Май шаштың қорғаныс қабаты, сондықтан оның көп кетуі шаштың құрғақ болып, ұштануына алып келуі мүмкін. 4. Шаш фолликулаларының әлсіреуі. Таңертең бас жуу кезінде шаш фолликулаларының әлсіреу қаупі бар. Әсіресе тыныстық суды пайдалану шашты нығайтуға емес, оны зақымдауға әкелуі мүмкін. 5. Шашқа арналған химиялық өнімдер қолдану. Таңертең бас жуып, шашқа химиялық өнімдер қолдану, шашты сәндеуге арналған гельдер, лактар, шаштың түсуіне әкелуі мүмкін. Бұл әсіресе шашы химиялық өңдеуге ұшыраған адамдар үшін зиянды болуы мүмкін. 6. Дененің күйі және жалпы денсаулық. Егер адам таңертең басын жуып болған соң денсаулығы нашарлап немесе әлсіз сезінсе, бұл оның ағзасына қосымша стресс болып әсер етуі мүмкін. Мұндай жағдайларда бас жуу уақытын күннің ортасына немесе кешке ауыстыру пайдалы болуы мүмкін. Кез келген жағдайға байланысты дұрыс күтім маңызды. Егер таңертең бас жуу зиян келтіретін болса, оны кешке немесе түстен кейін жууға болады. Ыстық сумен бас жуған кезде аса сақ болу керек, су тым ыстық болмасын. Шашыңыздың күтіміне сай су температурасымен қолданылатын құралдарды дұрыс таңдаңыз. Егер денсаулығыңызда немесе шаш күтімінде қиындықтар туындаса, дәрігер немесе маманмен кеңесу маңызды. Таңертең бас жуудың зиянды болуы мүмкін басқа да тұстарын әрі кеңестерді ұсынар болсам, міне. 7. Шаш құрылымының өзгеруі. Таңертең бас жуған кезде шаштың құрылымы әлсіреуі мүмкін, әсіресе егер адам шашты құрғақ күйде жуса. Шаш тым ылғалданса, оның ұштары сынғыш болып, жалпақ және құрғақ көрінуі мүмкін. Сонымен қатар тым жиі бас жуу шаштың табиғи ылғалдылығын жоғалтуға келеді. 8. Шаш фолликулаларын тітіркендіру. Шашты тым қатты сүртумен немесе асығыс жуу кезінде бас терісінің микротравмалармен тітіркенуі пайда болуы мүмкін. Бұл тітіркенулер ұзақ уақыт бойы бас терісінің қышуына немесе шаштың түсуіне себеп болуы мүмкін. 9. Шашты дұрыс кептірмеу. Шашты таңертең жуу кезінде оның толық кеппей қалуы да мәселе тудыруы мүмкін. Ылғал шаш салқын ауада ұзақ уақыт бойы қалып қойса, ол шаштың зақымдалуына немесе бас терісінің қабынуына себеп болуы мүмкін. Бұдан басқа, дымқыл шашпен ұйықтау оны қатты зақымдайды. 10. Жүйке жүйесіне әсері. Таңертең бас жуу жүйке жүйесіне де әсер етуі мүмкін. Ерте таңертең жуу, әсіресе суық судың әсерінен ағзаға қысым түсіп, жүйке жүйесін тітіркендіреді. Бұл адамды күйзеліс, шаршау немесе жағымсыз эмоциялармен сезіндіруі мүмкін. 11. Термен шашқа арналған өнімдердің қалдығы. Таңертең бас жуу кезінде күнделікті қолданатын шашқа арналған құралдар, шашқа арналған лак, мусс, гель толық жууға ұшырамайғы. Мұндай қалдықтар бас терісін бітеп, шаштың өсуіне кері әсер етуі мүмкін. 12. Таңғы уақыттағы қысым. Таңертең бас жуу таңғы асығыс кезеңінде жасалса, жүйке жүйесіне қосымша қысым түсіреді.
Бұл әсіресе жұмысқа немесе мектепке асығып жүргенде орын алады. Жүйелі түрде таңертең ерте суық немесе ыстық сумен бас жуу адамды күйзелтіп, тынышсыздыққа алып келуі мүмкін. Қалай алдын алуға болады? Таңертең бас жуудан аулақ болу. Егер таңертең бас жуу зиян келтіріп жатса, оны кешке немесе түстен кейін жасалғаны жақсы. Жақсы шаш күтімі. Шашқа арналған дұрыс өнімдерді таңдау, шашыңызды шамадан тыс жууға жол бермеу, оның құрғақ болуына жол бермеу керек. Шашты толық кептіру, шаштың толық кепкенін және бас терісінің салқын болуын қамтамасыз ету маңызды. Ылғал шашпен ұзақ уақыт жүруден аулақ болыңыз. Тұрақты гигиена және күтім. Шаш күтіміне арналған құралдарды таңдау кезінде оның құрамына назар аударып, ағзаға табиғи өнімдерді қолданған жөн. Әрине, бас жуу мен шаш күтімінің денсаулыққа әсері жеке адамдарға байланысты өзгеруі мүмкін, сондықтан әрбір адам өз жағдайына қарай ең дұрыс шешімдер қабылдауы керек. Видео пайдалы болса арнаға жазылып достарыңызбен бөлісе отырыңыз, оларда біліп жүрсін. Назарларыңызға рахмет.